Саламатсызба, құрметті ата-аналар. 4-тоқсан бойынша 9-шы А класына ата-аналар жиналысын ашық деп жариялаймыз. 9-шы А класы бойынша 28 оқушы аяқтап отыр. 11-і қыз бала, 17-сі ер бала. 9-шы класс бойынша негізгі мектеп бітіруші үздік белгілер: Жанабергенова Гаухар, Еспосын Әсел, Ермұхамбетов Нұрхан, Тұрғанбаев Серікбол. Оқу екпінділері 12 оқушы. Саламатсыздар ма, ата-аналар, Әйгерім апай. Бүгінгі міне қорытындылау жиналысы болып жатыр екен. Мектепті бітіруімізге де міне 1-2 санаулы күн қалды. Бәрімізге сәттілік тілеймін. Міне Әйгерім апайымызбен де бірге 5-ші кластан бері келе жатырмыз. Жаман емес, шүкір, классымызды алға тартып, әр уақытта да балдарымыздың ыстық суығына тоңып келе жатқан Әйгерім апайымызға көп рахметімізді айтамыз. Айтады ғой, тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып деп. Сол 1-ші класстан келе жатқан барлық балдарға сәттілік. 14-ші мектептен бастап бірге келе жатырық. Көбісі жақын жартысынан қосылған балдар көп, ата-аналар танымаймын. Әсет, Марғұлан, Әділбек, Нұркен. Сәттілік балдарға. В общем, барлығыңызға сәттілік балдар. Шынымен де активист, талпыныс, тек алға айтқандарынан қайтпайтын, жоқтан бар шығаратын, сондай активный класс, молодцы. Барлығы сол Әйгерім апайдың арқасы. Тек алға, артқа дегенді білмейді. Апайлар қалай үйреткен, солай жүреді. Было какие-то минусы. Это все благодаря вам. Большое спасибо. Детям я хочу пожелать, конечно, пускай что остается у них за спиной, станет тем, что поможет им в жизни добиться огромного успеха. Чтобы они шли и примножали те знания, которые вы подарили детям, подарила школа, чтобы они верили в друзей, добро, никогда не теряли оптимизма, свежие взгляды на жизнь, конечно. Чтобы они пустили в свою жизнь бурлящую энергию. Нужное русло, конечно. И этим же бурным потоком они должны стремиться к своим победам. Саламатсызба, Әйгерім Арыстанбайқызы. Сізге көп рахмет. Өз балдарыңыздай, балдарымызды алға жетелеп, бар еңбегіңізді, тәлім-тәрбиеңізді, ақылыңызды айтып, балдарды алға жетеледіңіз. Еңбегіңіз Алладан қайтсын. Биік белестерден көріне беріңіз. Осы балдарымыз еңбегімізді ақтап, сізден алған үлгі тәрбиесін көрсете білсін, соңдарынан ерген іні, қарындастарына, сіңілдеріне.